Ассаламуалейкум достар. Бүгін бізде Toyota 45 автокөлігі. Бұны түгелдей полностью покраска береміз. Краскілеу барысыны сіздермен бірге көретін боламыз. Қазір бұны қай жерлерін істеу керек екенін көрсетемін. Полировка істейін десек, ол полировкаға шықпай жатыр. Сол себепті полностью покраска жасайтын болдық. Мінекей достар, қазір көрсетейін. Бізде полировка істейік десек, полировкада мынандай дақтар мысалы бар. Сосын қай жерде? Мына жақтарда міне мынау сыз тастаған, бұлар неге полировкамен шықпайды, уже краскасы кетіп қалған бұның. Мынандай дақтары бар. Сосын мына жерлерде мысалы грибок бар. Мына жақтары бұрынғы ескі шпаклевкалерде жарылып жатыр. Бұның үстінен полировка беруге болмайды. Сол себепті бұны қайтадан шпаклевкасы көшетін жерлерін көшіріп, қайтадан краска беріп, оның үстінен кейін 15-20 күннен кейін полировка істейміз. Мынандай майда шүйдесі бар. Мынандай жерлер. Бұлар полировкамен шықпайды. Оған обязательно покраска беру керек. Осындай майда шүйдесін істейміз. Мысалы, боковойында да бар. Барлығын қырып алып тастап, қайтадан краска беру керек. Мынандай жерлері бар. Майда шүйдесі бар, общем. Солардың бәрін кетіріп, краска беріп істейтін боламыз. Ол жұмыс барысында көрсетеміз. Қалай жағылады шпаклевка, қалай сықылуға болады, қанша грунтовка кетеді, қанша шпаклевка кетеді, қанша краска кетеді, бәрін көрсететін боламыз. Өзіміз үйде істейміз бұны. Бұған енді шпаклевка жағып шығамыз. Мінекей достар, бұны шпаклевканы дайындау. Бізге мынандай қасында пастасы болады. Сосын шпаклевканы тек көп емес, азырақ алып, мінекей осыны. Егер көп жағылатын жер болса, бұдан үлкендеу алып,
Осыны дайындау керек, осылай. Бұл тезірек жақпаса қатып қалады бұл. Сол үшін пастасынан азырақ қосып, мінекей осылай кішкене қосып араластырамыз. Мінекей қоратын жерге тезірек жағылу керек бұны. Болды. Шпаклевка өстіп жағылады. Жағып болған соң, кепкен соң жақсылап ысқалап, бәрібір бұл бір слойда шықпайды бұл. Екіншісіне жұқа жағылып, жақсылап тегістеп, топпиға дайындаймыз бұл. Достар, шпаклевкамызды жақтық. Ысқылап, тағы бір слой жақсы шыққан жерлерін тағы да жағып, тегістеп көреміз. Мінекей достар, сіздің жағылған шпаклевкамызды тегістеу үшін бізге 180-лік или 150-лік пемба бетінде пешіне жағылған шпаклевканы өстіп алып тастаймыз. Оның артынан кейін 800-лікпен тегістеп колонковкамен дайындаймыз. Шықпаған жерлеріне тағы бір слой шпаклевка жағылады. Мінекей достар, бұны шпаклевкасын жағып, ысқалап алдық. Өзімізге жақсы шықты деп ойлаймыз енді, бірақ ішіле ондай сендегі краска істейтін мастерлерді ұқсаған опытымыз жоқ. Сонда да дұрыстап істедік. Енді бұған грунтовка шашамыз. Грунтовка шашсақ, өзі қай жері биік, қай жері сай, барлығы көрінетін болады. Мына крышамызда да бар кішкене. Бұл жерлерге де грунтовка шашып көреміз қазір. Мінекей достар, осындай жерлеріне қатты мән беріңіздер. Красканың бірінші көтерілетін жері осы жерлер. Оған мынандай шпаклев қойылады. Шетіне дейін барады сол кезде. Мекіліне тегізбей жақсылап ысқылап.
Мынандай сарапиналар бар. Осылай шығу керек. Мінекей достар, оны жабатын жерін жауып, бәрін қойдық. Енді бұған грунтовкасын шашамыз. Мұндай жерлерін грунтовканы шашып, мінекей жақсылап тегістеп, ысқалап көреміз қазір. Тегістейтін жерінің бәрін тегістедік. Осыған қазір грунтовка шашамыз. Грунтовканы дайындау бізде, в общем, мынандай грунтовка бар. 1 литр ойын алғанбыз. Бұл көп қылады, бірақ керегін істетеміз одан. Отвердитель, растворителден араластырамыз. Грунтовканы мынадан 1 стакан құямыз мынаған. Сосын мынадан ол қатыру үшін, грунтовканы тезірек қату үшін, мына баклажканың қапқағынан 1 қақпақ құйсақ жеткілікті болады оған. Қазір растворитель қосып болған. İçine koyuyor ekan. Bunu qo'shlasak, buni to'qamiz.
достар, грунтовкамыз кетті. Енді бұны жақсылап қысқалап шығамыз. Қолға ешқандай несі білінбейді. Жақсы. Бұны жақсылап қысқалап шығып, егер тағы да кішкене шашу керек болатын болса, екінші слойда сұйықты алып шашамыз. Бұны қысқалау мындай 800-пен қысқалауға болады. Қатты алып жібермейді. Мыңдық алынмайды ал бұны. Мінекей. Қолдан келгенінше істедік. Мінекей достар, бұны грунтовканы жақсылап қысқалап тегістеп алдық. Сүртіп, тазалап. Енді бұған вторный тағы да үстінен грунтовканы сұйық қылып шашамыз. Мұнша мынандай дақтарды жауып кетеді. Мындай майда дақтар бар. Мындай осылар жауып кету үшін сұйық шашамыз бар. Мына жерлерде бар мінекей. Осылар жабылып кету үшін сұйық қылып шашамыз. Bunu dayındayımız yanında. Barınca su dolduk. Şimdi şöyle. Dostlar, жақсылап қысқалап отырмыз бұны. Ешқандай дақ, сарапина қалдырмай. Осындай мокрый цвет болып шықты. Астыңғы жағын тағы бір қыру керек екен мына жерлерді. Тесіктердің бәрін жаптық. Ешқандай тесік, дақ, бір шұңқыр жер қалған жоқ. Осылай машинамызда жәулік 800-дік бумагамен қысқалап шығамыз, чтобы бетіндегі лаганы алып, үстіне краска жақсы жайғасу үшін. Шпаклевка жағылған жерлер жақсы, бір тегіс. Бұны жәндегі бұрынғы ескі краскасымен бірге біріктіріп жібердік, ешқандай жоқ. Артылып қалған, или көтеріліп тұрған, или сай емес. Жақсы шықты. Мінекей, теп-тегіс. Сосын мынандай жерлеріне қатты мән беріңіздер. Мынау несі металл шығып қалған бұның. Кішкене мінекей.
өстіп металл шығып қалмау керек. Бұл краска жақсы шықпайды, грунтовкамен тұру керек. Бұл металл шығып қалған жер мінекей мына жерде де бар екен кішкене. Бұларға кішкене грунтовка шашамыз. Қазір барлығын бір шеттен көзден кешіріп шығып жатырмыз. Мына жерге де бұл жер жақсы екен, тегіс. Бірақ грунтовканы кішкене тегіз жереміз болғанда. Осындай майда шүйделеріне көп мән беріңіздер. Ертең краскіде жақсы шықпай қалуы мүмкін. Мінекей арт жақтағы да дұрыс. Енді мынау шпаклевканы жағуға келетін болсақ, шпаклевканы жәндегі көшірген жерлерін мына краскаменен бірдей қылып жіберу керек. Мына жерде де бар екен, мынандай металл шығып қалған жері. Онда грунтовка шашып, бетін сқалап жіберу керек тегістеп. Мінекей осылай істелінеді бұл. Машинамыз осындай жағдайға жетті қазір. Бәрін түгелі сқалап шықтық. Мокрый асфальт дейді ма? Сондай болып тұр. Бұны осы кем-кетігін бәрін сқалап, тегістеп, Құдай қаласа бүгін краска шашатын боламыз бұған. Краска шашу барысында көрсетеміз. Ол бөлек видео болады. Аржанбасы қалды сқалайтын. Соны сқалап болсақ, кейін жақсылап жуып тазалап, жауатын жерлерін жауып, краскіленетін боламыз. Мінекей біздің краскілеп отқан машинемізде дайын болып қалды. Өзіміздің білгеніміз салып істедік. Құдайға шүкір, жаман шыққан жоқ. Енді қазір шпаклевканы қалай жағуды, грунтовканы қалай шашуды бәрін көрсеттік. Білгенімізше солай істесе болады екен. Өздеріңізде үй жағдайында асықпай уақытыңыз болатын болса, өстіп краскілеуге болады. Адамның істегенін адам істейді. Канал ұнаған болса, қазақ тіліндегі YouTube каналы даму үшін өз үлестеріңізді қосып, лайк басып, подписка жасап кетіңіздер. Сау саламатта жолығайық.